Егерде біз хирург болсақ. Біз келмесек өліп қаласың, ә? Арзан укол салып жібейік па? Так, операционныйдан артық адамдар шығамыз. Жата беріңіз. Сізге қатысы жоқ. Кесек үшін. Қарбыз кесіп жатырмын, дұрыстап кесейін. Так, не болған маған? Тамақ жеп атып, ішіне қылшық кіріп кеткен дейді. Мынау қыл жеп атып, ішінен тамақ шыққан сияқты ғой. Бүкіл ақшаны осы екен ғой жеп жүрген. Ішегін қарсы. Ақтөс, на. Қазір қайттан саламыз ғой ішіне. Ақтөс, Ақбел. Асты жағына байлашы. Операцияның бүтуіне сәлек қалды. Ай, аға ауырып отыр. Наркозбен жасайсыздар ма? Ауырып отыр. Не сен мешет етіп атсың? Баста өзі істеп алсын. Өзің істеп алма. Ауырып отыр. Болды. Операция өте сәтті аяқталды. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Аузын тік ұстаппыз ғой біз. Ой, canım ay. Ay. Hey, көтек. Не келеді? Жаным ай. Давай, это шеге менің аяғыма кіріп жақсы болған екен. Ана балдарымда кішкентай бір жеріне кіріп кетсе тағы. Әкенің ақ рейхтарға көп қойылатын сұрақтар. Брат, бойымыз бірдей екен ғой, сен арық болғанға ұзын көрінесің ба бірдеңе? Айбек інің ба не сенің? Ема сенің кәдімгідей ірі ғой, мен ағаң деп ойлап жүрмін ғой сен. Осы сендер арықтар үйленген соң жаман семіріп кетесіңдер, ә? Братан, сен де китайский дәрілер ішіп көрмедің ба, сонда ішіп семіріп атады арықтар. Кеш, братан, сен көтеріп көрейінші. Қадауға кайф екенсің сен бар ма кәдімгі? Қадауға ше, братан. Братан, арық болсаң да тамақты кәдімгідей ішіп қоясың, қайда кетіп отыр, ішінде құртың бар ма бірдеңесі? Арықтар нүккен техничныйсыңдар сонда да, Мен аэропортта, мен тілім өзі осында, братан. Адам, бауырым, мен қазақша сөйлем. Жоқ, қазақша сөйлейсің, өзім сөйтіп сөйлейм, братан. Drop me, please. Жай ғана қиялдап көрейік. Қызыл капсуланы ішсеңіз, сіз әлемдегі ең байлығы таусылмайтын адамға айналасыз. Ал көк капсуланы ішсеңіз, әлемдегі ең сұлу адамға айналады екенсіз. Таңдау өзіңізде. Нәзік бас. О, мен кеспейді ғой, ұрады ғой. Басымен ұрады. Арғы жағымен ұрады. Нан, суын ағызатын жер қайда? Жен, мә, алма же. Фу, құрттап кеткен ғой анау. Құрттаған тәтті болды қайта. Не қылды? Ағашы кетті қолыма. Немене? Ағашқа кетті қолыма. Ой, ешнәрсе қылмайды ғой. Өліп қалмайын ба енді? Ой, өлмейді. Басын. Ой, мынау талып бара тұр. Скорый сап. Тамақ же, азамат. Тарелкаға сап бермейсіздер ма? Ой, мамочки. Кет жынды. Жен, сен осы қызың бар ма? Қызым бар. Кетші сен өзің қыз сияқтысың ғой. Кетші бар, апшуымыз бар, еркекпіз ғой. Тікенді алдым. Родной, апшуымыз бар, еркекпіз. Родной, отвечаю, апшуымыз бар. Кімнің басында бейт бар? Жоқ, мен басында ешкі басында. Сатып алайын деп жатырмыз. Қаншадан ағай? Әжетханаға шықсам Сенің вообще оқымайды класс тастар. Сендер тексерем бәс, дайын болыңдар, сен тексеріп жүрген оған. Ағай, болмаса бетіме бір отырып алсаңызшы ағай.
Ал мына биология кітаптарын ашыңдар. Ағай 56-шы параграфты қашап өтеміз. Оқушылар бүгін анау 6-шы сабақ орыс тілі болмайды, апайлардың ауырып жатыр хәл үстінде. Ауырып жатыр апайлар. Бүгін қазір диктант жазамыз, дәптерден ашыңдар. Жаз. Күз. Жаз ба, күз ба ағай? Күз деп жаз. Жаздың ба? Жаздым, сен күздің ба? Ағай бәрі сен мына саусағымен сабақ түсіндіріп жатыр ба? Мал қуасың ба? Бірақ саусағы бар ғой ол ағайын. Сондай. Айтпақшы, медет екеуміз кластасың. Кластасыңдар ма? 11 жыл бірге оқығанбыз кластасың. 11 жыл бір партада отырғанбыз ғой кәдімгі. Сосын апа айтты, орындық отырсаңдаршы деп. Қыздардың қай жеріне қарайсың? Тізесіне основном. Шын ба? Иә, мына тізе шүкір болса, уже қорқынышты көрінеді. Агент 011. Так, ғимаратқа кірдің да? Мен ғимараттың ішіндемін. Телеохранитель тұр. Не істейін? Охранникті ұйықтат таста. Әлі, ақ. Бля, олай емес, ұрып ұйықтат. Мына жерде бір келіншек отыр, не істейін? Келіншекті қорқытып таста. Хорошо. Önіңізді шығармаңыз, әйтпесе мен сізді қалауымға апарып тастаймын. Только не қалаудым. Ойбай құрсын, керек емес ешкімге ештеңе айтпаймын. Мына жақта тағы бір охранник тұр, не істеймін? Ат! Хорошо. Ой, блядь, насыбай емес, пистолетіммен ат. Мына жақта тағы да көп охранниктер келе жатыр, не істеймін? Ағаштың артына тығыл. Хорошо. Ой, блядь, ондай ағаш емес. Ой, блядь! Қай мамандық бойынша? Апайым өзі білет, бетіне айтайыншы қандай. Апай, сіз маған үш қойдыңыз. Сіздікі дұрыс болмады негізі. Сабаққа келмейтін балаға қалай сіз үш қоясыз? Екі қойсаңыз да болады ғой.